барып суға керебесер жар үстінен көріш қаларсың балық болып жүзісербін андай қарты ойлайсың. Михаил Ильич, сын оқулғаларды соян аңсарыны Анна Чустеев, Владимир Клара соян хазирканың оға шақсыз анда теге композиторлар араласқанар бастағасын кемен басқан болған бастапта дұрыс жатқан арындамы соның екіншісін дұрыс жатқанда жыл бараққа Георгий Иванович басқан болған ол композиторлар басқан теге көйлер олар туысасы жатқанға келістірен еместер олар теге бұл оркестр немелерге басылғанар болча бұл соның тақпақтары соның көйлері анараса теге бойына Кимді қиқ келіңер пісің? Кивес қиғыр жаңылы қысты. Коридордан даже кізіп үші. Ақчарғастығы. Бір ғырина оға өрін шит олған артығы шатқын ақайшалар. Музыкальный училище олар теге өгіренегіләпшелер. Шоқ жыл алды анда теге шит бала жақтар. Бір жывар барының көн сақ. Қайда-қайдары жақсы теге ұрласлалар. Жывар барының. Берештіңер. Хазарулин шахара тори. Сіз тәжіні біліңді, біздің болған 15 қыз, 15 олағыз. Кстати, біздің олағыз, бұндыңдар бірай, отличие, особенности группаларда, на фильм, үстен жүгіру оларда, отличие, ақысты прочный. Где болған сіз? Ну, они потом задающиеся, директор школы, сразу же заведующий районным глобалистик жақсы школа. Қарық болыр, е? Анық бесі болмайды. Изенер біздің региондағы хакас тілін хайралер позатилідір инетілі халық бірігізінің асық шешімі лекторияне келген әлжілер. Бісіріні алғыстап шөпс келген үшін бұтуғазыға. Біздің пүнгі лекторияда аралысшалар Зинда Андреевна Чертыкова. Ол біздің инетілі халық бірігізінің түстік жізі. Виктория Алексеевна Карамашева, филология наукаларының докторы, профессор, Хакниялиның литература пөйлінің наука жы ұлық тоғын жызы. Көпшілер ол біздің Хакас Хазна университетінде тоқыт салған, амды біздің института тоқытшы. Базы біздің инетілі халық бірігіздің араласшылары Сибдей Том, сырадны дөк блогер жили, писателер бірігіздің кізі жили, хабар жили танып жазария. И Галина Архиповна Катаева дөк біздің инетілі халық бірігіздің араласшызы. И Марина Линдовна Тахтаракова, ол библиотека тоғын жазы, біздің асық шешімі лекторияның тоғызын сеніп көрпіш жатқан кізет жоқ деп сеп. Кстати, тоже тоғын қылғыртың Хакас кафедрасында тоғын. Үйдек Хакас кафедрасында тосқан. Бес үйдек, мен үйдек Хакас кафедрасында тосқан. Асық шешімі лектория біздің 2019 жылдың алы баршы айды бір қати национальный библиотекада ерші. Базы қайтыл пөгіннің біз бұл тоқыста паршапс Хакас тілінің публичный шоқ истіргі, көніктіріргі шитірні, үгірен жылдеріне базы
хакас тілін үгірінерге сақ жеткен ұлысты қиқыршас бұл асық шешімі лекторийлер даралазарға. Бұл лекторийді біздің пандемия алынынды лекцияларын қиғырғаны жоқ жерге керек иледі екі тілік ученыйлар. Клавдия Ивановна Султанбаева, педагогика наукаларының докторы, Елена Петровна Мамышева, Созарова, история наукаларының докторы, Алена Николаевна Чугунекова, филология наукаларының докторы, Мария Дмитриевна Чертыкова, филология наукаларының докторы. Олар идек босарының наука істізіглерінің бұл лекторийді хакас тілінің үліскендір. Анаңар ол лекциялар бұрай интернетте бар, оларны истерге көрерге шерер, ютубта япсын, ине тілін біргізінің сайтында истерге шерер. Анаңар біз бұл 9 жылдың жылға апарырғы сақ жапсын. Анаңар болғына жылына үгірінжілер келше, на студенттер келше, базы улың екізілер келшелер біздің лекториге. Біздің бір жыл оға қындығы лекторий болған, біздің диктің немес мұнда келдес бір иностранец біздің лекторийді истерге отыршы. Қайтпағы жыл болды, шебіргі жылда бұл пандемия бастылар алдында болған. Пандемия тұзында болған. Ол Перекилевскен, мұнда Пүдірі Керенің инженер қайтпағыда иностранец, итальянец, по-моему, я. И пандемия тұзында нақбының сғар бен жатқандар. Вот ол прай мероприятияларға бірай шөпші, и біздің лекторийге келген болған. Я Карина Линдовна болған жанға немея. Вот, пюнга біздің лекторий шарытылша Михаил Ирмеевич Кельчичаковтың хайпре тоқыстары орыс тіліне хайди тілбіс тілгініне. Шоқтерға керек анығандарысы Михаил Ирмеевич Кельчичаковтың мұндық сүстір бар. Түрен, өскін түрен шер үжі сүдінің қады қанжылы бір тамырғы ізік қадының сипырша. Мен сақшым по оға ұшты сүстір. Михаил Ирмеевич Кельчичаков прай ұштызын, прай шаяшызын позының шиіріне, хакас шиіріне, түйе шиіріне, аны көгіліп, арылып, прай көңінің көңінің толдыржың шиіріні көгіліп, прай кебілістерінде, прай тоқыстарында пасылған базы бұл сүстеріні ұда шоқтын жаңыл. Аныңары сыры радиоканың сүстерін пілчезер, түрен тіл талайзар, ақын шапшар қысу сенаны қажында қалбин қоғ. Аның андары мұнды Марина Линдовна парсы хакас Кем тимнен çok dökülür. Еще читкілік біз. Читкілік біз аға. Хакас литературасы орыс тіліне тілбіз тілгіні Кельчичаковдың абылы қолдырамы ойыны қостыры шоқ апарыр пісір бен күнді. Шоқтерға керек Михаил Ирмеевич Кельчичаков біздің писателер бірігіздің құстан тұста базы ол мұндығы шит, түзімнік, шаяшы тұзынды Михаил Ирмеевич Кельчичаковтың тоқыстарын орыс тіліне оға көп тілбістенір. Хакас писателердің арызында Михаил Ирмеевич Кельчичаков иңні көп тілбістілген орыс тіліне. Қайди біз маға ойын базына шоқтандығын естерге келген Михаил Ирмеевич Кельчичаковты орыс тіліне тілбістерге союзтаға тілбістігі желер тесті тұршалыр дежіңдір. Аның налы сықын хакас тілінің пазылған тоқыстары алынже кендінің де сығылырға мағынанмен бірерді орыс тілінің сықпыр жыңдыр. Аныңары хайпре тоқыстары аның хакас тілінің алынже кенді де сықпаныр, шенді де сықпаныр, а орыс тілінің сықпырғыныр. Аныңары Михаил Ирмеевич Кельчичаков сынаңда мен бүгінгі күнді аның шүштіс жолын биографиясын беде толдырызының шоқтабысымын аны көфкізі білше, же танықтып сыларға керек Михаил Ирмеевич Кельчичаков түренің үскін түйе шерінді хайжылыр, сарынжылыр арызынды. Аныңары аның прай бұл шаяшы көңіні анды пүт бұрғын жоқтерға керек, анды салф бұрғын үйіні аның. Базы жоқтерға керек Михаил Ирмеевич Кельчичаков пұстың тұсты хакас драма театрының актерларын хоп бері шазығы келіпскен Ақбанзария театрда ойынан 40 жылға жетірі ша бастылып сықын ол шаға барып сықын. 42 жылда палығылыт ол айлым келген, аның сархолын кенік бол бұрғын. И келген ол базық театр зары келген, литературный институт үйгірінген. Литературный института Москвада үйгірінгенде ол оға көп тексіз союздағы писательердің, поэтердің
таныс, олардың улуг мындык тоқс апар жанқады. Анаңары Хакасия зары, Хакасирин зері саблық писателер Михалков келген, Михаил Емеш Келчаковтың пайрымныға түрен күннеге. Ол пістің үйдек, пістің шоның қади жоқтерге мындығы тархынды, мындығы келкім танығылығы керек болшая. Базы Салаухин пістің Хакасияда болған үйдек, үйдек Михаил Емештің қаш. Базы да басқаларын көф күзі Надирға шарир, хайзалары Михаил Емештің хостыры Хакас ширін танып, базы Хакасия даңар аймақ басқа тоқыс басқанар. Прай тексі союзға саблындығын Михаил Емеш Келчачаков. Базы Михаил Емеш Келчачаков иңні мындығы шапсық тоқыстарынан бірсі пьеса Абылла Хол сәрі школы дүйгірін гізері, едек пілчезер, ол ойыны, драма ойынын, едек пістің института, программада сәрдің олы пария. Базы мен сәрге шоқтері сақытшы, Михаил Емеш Келчаковтың тоқыстары Россиядағы классический университеттердің программасына кірпірген Михаил Емеш Келчаковтың шаяшызы. Ол прай классический университеттерді, филологический факультеттерді литература народов России курсты үгірінілші. База Михаил Емеш Келчаковтың тоқыстарын полғына библиотекада тапылдырғы шәрі. Россияның ұлық база кіші горытарында, библиотекаларында Михаил Емеш Келчаковтың орыс тіліне тілбісілген тоқыстары парылыр. Анаңары біз пілчепсия ноғы Михаил Емеш Келчаков біздің университеттердің, Россия университеттердің программасына кіріп барған. Базы жоқ аныңандарасы по вот мында қысқа жақтемен пасалған мен саблық кебіз, тақпақ, драматург, режиссердің искусство саблық деятелі. Аныңда пасқы аның по регалийлерін пазарға шарир, мен сақшым сәрранзын жоқ пілше боларыза, аның сыйықтарының ар көп шоқтерға шаририя мында бүгінгі күнді біз аның кебілс шешілі базы драматург шешілі шоқты зарфыстар. Базы хайди аның тоқыстары орыс тіліне тілбістілгенер. Көздімге алзы сірі празы көргезер орыс тілінің сықын ожившие камни кендіне көргезер. Көргезер? Тұтқазар қолды. Ожившие камни драматическая поэма. Ол именно тоже Ростиксы союзда саблын тұрғын тоқыстарынан бірсі, че именно постав ол драма ойыны желі пасыл тұрғын. Кебілсінің пазылғын драма ойыны базы ақтасқыл альманақта сық бұрғын. Ақтасқыл альманақта сықын Хакас тілінің, аның ол орыс тіліне тілбесіл бұрғын драматическая поэма желі. Бүгінгі күнді біз сол тоқысты үйдек прайзы жақсы білшесі, кем қиғырбанан қиғырсаларға керек, Хакас тілінің бұрын қиғырбаларға керек, аның орыс тіліне қади тілбесілгінің көрірге шәрер. Мұнда біз көршеміз бұл көзідімді қади жанр сарх алыс бұрғын. Ол басылғананы ойын шілі, кебелісінен пазылған драма ойын шілі, орыс тіліне ол тілбесілген драматическая поэма шілі. Ол үйдек пазыл ол ожившие камни книга, да, менің пар Михаил Емеш Келчаковтың автограф, менің да школа дүгіріншіскім, епісің ұлық арпыцары, рықалзары, прай писательдер келгенер, менің да постыпла школа дүгіріншіскімде тірі писательдердің көргенім, Михаил Емеш Келчаковты, Каркей Нербышевты, Валерий Майнашев, Моисей Баинов, аднар олардың кебелістерін постары хиқыр жатқанары, шонның шоқтас жатқанары менің қарағымда қажынға да қалған. Михаил Ермеевич Поздның қолының, Поздның книгазын паспирген, Валерий Майнашевтың ғада книгазын писалға все книгалар болғанар. Вот ол Михаил Ермеевич аның шоқтасқын, шоғы сағызымда қалған менің қажын ол книганы пас жатқанда. Аның андарасы, по сом үйдек пүлчезер, мұнды көрірге шәрер Михаил Емеш Келчаковтың ссылканың қады иділген орыс тілінің пазылған шындылары. По весеннее настроение, всходанда, екі пьеса кірпірғынан, ливень, ожившие камни, сказка о том, как птицы царя выбирали, сказка о хитрой лисе, старая лиственница, я бы хотел. И по кинделерне ходи без киже көргөпсер Николай Георгиевич Домажаковтың адына национальная библиотека. По книга полғанылы ссылканың першілші интернеті идек ол произведение чинді набрать толдырызынан поздың компьютерінде көрірге шәрір. Сірраны тоже оны пішіздер,
национальная библиотека. Анаңары пүнгі күнді Николай Георгиевич Дамажақтың библиотекасы прайне мейтсылған щоб кізлер библиотеказары шүрбін ибіді қиғырғыныр. Анаңары ибіді көрір бұл кенделерді прай оңдай пар. Анаңары қайды хакастылының сықын шындылырды мұнда прай шындылырды емес, өнінді қайды кенделерді пүнгі күнді интернетті тап қиғырға шарир. Орыс тілінің анда прай көзетіліп тұрған қайдығы кебілістеріні, қайдығы ойынырды, қайдығы тілбістік жылдыр, тілбістенір. Анзын прай жақсы көрірге шәрірге. Аныңандағы. Вот бұл кенді қалған же кенделерінің пірсі Михаил Емельевич Келчаковтың 9-шы азында писательдің қызы Елена Михайловна Келчачакова сығарған. Ол Москвада жүртан. Шуштас туза адвокат болып тоғынған, жақсы адвокат болған, оға шырғысты бұл шылырды, ол шуштастың, ешкен жылды шуштастың парусқан, шетке парусқан, аныңары пабызын құмырт қылып, ол мұндағы кендес қарсылған. Аныңары түрт книген бір заңай қапша жоғыл мұндағы. Келкім жақсы книга. И бұл прайпеде хостарының оформлениесі, хостары дизайн, хостары кенделердің Михаил Емельевич Келчаковтың сықын кенделерінің ең артық кенделерінің бірісі. Ол қадетушелердің подарочный экземпляр. Аны бір сыйлық берерге жақсы кіздерге, ибдеде тұдағы жақсы кізе, көрерге, қиғырарға, тоғынырға шәрір бұл книганың. Жоқ терге керек, мұндағы кенделер жүзер жылырға етілшелер. Аныңары көздімге алызы бірерді бұл бірше біз мұндағы ақша жоқ беден нымызық обложкалық чепс книгалерді, олар табырақталып біршелер. Вот Елена Михайловна мен сақчы мұндағы неме пабызын құмырт қылып, мұндағы жақсы неме етсілген. Ам шарадың армаға қысқа жақты жоқты перергі Абылы Хол пьеса тілбістілгінің ер. Абылы Хол пьесаны сарығы қостыры, ол күлкістік ойын бұлшая. Ол орыс тіліне Мас Червинский тілбістенір аны. Анығы национальный литератураның тоғыстарын орыс тіліне тілбістерге керек. Хадис Ахчазер. Потому что, наверное, Россия это сейчас окончая государственный язык. Орыс тілі, білгістігі, орыс тілінің көфкізі қиғырыр. Тексі Россиядағы қиғырығы жыны қиғырыр оңдайы болыр, хакас писательерінің тоғыстарын. Андығы, Михаил Емельевич Келчачаков хади ол позының шаячызына мен сақчым ол сеткіп қайжан. Адыңары тілбістік жылдерінің тоқыншытса хайпре немелерді бірді писателер тоғыр болушылар. Көздімге алызы Галина Григорьевна Казачинова аның тоғызына орыс тіліне тілбістіп сылғанды ол түпші. Шарып аспеди тілбістер қол шарыспен жаны қайта тоғызын сықарырға көздімге алызы. Қажан автор қасық болызы аның тоғынарға шарир, шарызарға, шөптезерге қадағда немелерге. А мен бұл Абылы Хол пьесаны қажан орыс тіліне қиғыр болғанды, мұнда бұл сұрған. Мен Виктория Алексеевна Карамашева, менің научный руководителем, менің аспирантский практика. Орыс филология группасы келгенде біз Абылы Холны үсіршепіз. Мен де хакас тілінің аны қиғырғым, ал группадағылар орыс тіліне қиғырғындар. Епісін үзірі келіспейінже. Мен түшім, сырқада текст қиғырғызар. Олар түшім, біз орыс тілінің, ана мен орыс тіліне қиғырған болғым аны. Орыс тіліне қиғыр көргенде сынаңда сюжет пасхы полты алыстырып барған. И Абылы Холды үйін матырларының анды катының тарика бар, қыз жақтыр, олардың омалары орыс тіліне саңай пасхы пьесады. Аныңары соңында мен піл болғым, қади неме, мен бастап сағынғым қади Михаил Емельевич Келчачаков шарытқын тілбістік жылерге андығы немен едерге. Аның сағыны тілбісті керенді, кем тілбісті пше, мен сақчы манзының айғасы, тілбісті керенің анзы пшелер. Орыс тілінің шоқтызы 100% адвокатный перевод невозможно сделать. Білгістік, Аныңары тілбістізі, анда тоқысты қайдеде пұлғыны тілінің позының логикасы бар. Қайдығында немен ол тілінің немелері культурный константы түшелер, ана қосыры бірай келістер тілбістерге керек болшая. И пазы Михаил Емельевич Келчачаковты мен үйдеке пілі тұры, қайды ол хакас тіліне сеткіп қайжын, и пазы қайды ол тілбіс тіліп барғын, мен аны қайды Шараспиновсқым бұл тілбістік жылдырым тоқыстардың. Көздімге алызы
хакас тілінің абыл хул неменің бастылшы хадығанды кезек барша тарика орамаяғының сарсшылар я тарика шаратпен же медок тұрғызырға құрыдырға я орамаяғы пілші андар ұлық бастықтыр Роман Петрокович келші я аның бұл медок хажында темде болырға керек я и орыс тілінің бастылшысы анда хым системасының бастылшы я анаңары кемнің Михаил Ермеш Келчаковтың матырлары катының тарика орыс тілінің шоқтын чытқаннары хостыры олар хакас қыстырының омаларын тың жақсы көрілбілже орыс тілінің варианты орыс тіліне тіл бестілген көздімге алзы мұндақай бірі көздімнір шоқтерға керек бұл хакас тілінің варианты көздімге алзы біз драма ойында қайди матырлардың омаларын біліп башып қайди олар бұстарының ары шоқтапшылары ұдыр-түдір қайди олар палып жатқанары базы немей четкенері керектері хостыры базы улығылыр көздімге алзы урамаяға олар шоның кейбірлерін қиға сағызын пек тұтпыршалар урамаяға тектің немес көздімге алзы ол бұс шон арызынды өскен базы шуштас тозы аның қады бірге қиыл өрністеріні үйлескен кізітшілі шоқтапша көздімге алзы шетеріні шуштастаңар шоқтазы үгіреді отырша базы көзі дімдер шуштастың пирх отырша базы шоқтері керіп ол амында қиға оға құрмашы кізі көзі тілпірғын базы ол постың Михаил Ермеш Келчаков ұрымаяғының тектің немес аның сүстеріне шонның жүздер жыл бүткін қиға сақыстарын бір кирсылғын ол сиспектр, сүспектр базы сиспектрге теңнеп жеткен қиға сүстір көздімге ол авторның сүстері оларына бүгінгі күнді сиспектр жилі тұзолынарға шәрі Михаил Ермеш Келчаковтың біз сол шонның тілінің алғын базы авторның тілін алзы қайди оларына орыс тіліне тілбістіп алырға бірде аның тұзызын бірде шедірбені анызын шетірже шоғыл бірді тілбістік жылдыр көзім келді орыс тілінде пар қадет сиспекторны сүспекторны першелері дөк бірді постары тілбістіп шелер бірді олар түзіріпшілер аны артыспен желер аныңары вот кемнің көзім келді орамаяғының сөстері так қайда ғана мұнда сөстерін сірге хикшберге шәрif так қажан ол кемнің Роман Петроковичтің шоқтас жетсі Роман Петрокович аға бедетівше мен ікі қати өлімні жүзке күргім же ikizinin meni alxalğanır. Basağızın bu abay xuzuxağızı meni abadan alxalğan. İkincizin sin meni paylar xoğulunun alxalğızın. Haydi sin sağıtçazın. Nös men bu xuzuxağızın paltının gizerbin. Ana kör öğrenidirbin. Ol uluğda şastıq bolzı mola çilegelerinin şerini pek xujuqtap turşa. Mında ol nince tül xus salğın. Şonға xuzuq nince bergen. Sen şonға oluq şeli tuza yet. Роман Петроковичке ол неманды шөпіршейі түпше сен үйдек шонға полтохосыр сіріпілшезер қақас тілінің пазылғын оригиналда үйен полты неме қосыры пүлше. Роман Петрокович колхозның председателі позын колхоздың передовой колхозға еді болырғы сақча поза глянцевая обложкалы журналдың обложкасында портретінің сағыр болырының аның өн сағызандығы шақсы тоғынғын мұның алдында сыныңда бұл Совет Союзына саблан жатқан ал хоне тоғынжыларын аймақ басқымды журналарды сағыржыларын оларды мақтып көдір жаңлар ал хоне тоғынжыларының тоқыстарын пөсіқпалы педе тексіз союзға сабландыр жаңлар и вот Роман Петроковичтің андық көңіне орыс тіліндегі варианты өн полты хынс керегі қостыр шитерінің и пазы бұл көрізі каты тарика ырызан олар ол тұсты бұл социализм бүтіршеткен тұстағы шитерінің омызымындық орыс вариантында көздімге алызы хакас вариантында тариканың каты қажында хынстаңар
биди ты да шохта спинжелер, шохта бинжелер, олар сахчелер, ол кыздың пулгыны кыздың шасыт сағызы, и уламох тарика пабызының хынстаңары хакас тілін оланда шохта спинжі. А орыс тіліндегі варианты олар мында орамаяғы паза тарика хади хынстаңар пабызының мында орыс тіршілі көзім келзе. Пісің я хакас шонның культурасында хади дейді біз пазымның шон и хай пресс ургуларны көзім келзе. Улгуларның хады үзүрерге шохта зырға этикет оңдайның хади детін келспенже. А мында Маси Червинский пісің катына база тариканы хакас хыстырны, тоң хакас хыстырны теңніп сылғын практиксіз союздағы, шоқты біз орыс культурасын хостыр жұтып жатқан жонырдың сықын қыстырға. Аныңары көздім келізі қажын қыныстың ар шоқ баршы, шет оларының қыстырның арасында шоқ баршасы, идек от мұнды хакас тоң пазымны қыстырның омалары шет барғын, бұл орыс вариантты. Аныңары біз тілбістігдеріні көрізі, хай пре диалогтарды, көзім келзімді диалогтарын хади алыстырып барғанарын сіреді көзідімді темніп салғы мене. Так, хадим жоқтым я хынстың арпасшы, орыс, орамаяға түпші. Хорошо, хорошо, поешь, дочка. Только знаешь, что я тебе скажу? Для того, чтобы так хорошо петь, причина нужна. Анда тарика сарна палда хатагда немел рибаразын жахайчы. Тарика, какая причина? Ромай. Так хорошо поют девушки только тогда, когда к ним в сердце волшебная птица залетает. Любовь. Тарика, вспыхнув. Ну, знаешь, отец, поспешно уходит в дом. Рома яга, обижаясь. Не хорошо, а поет хорошо. Есть причина. И телевизор жилер идет пьеса тослчицы анда финалда я катына база каскарның хынстаңар шоқтас жатқанарын кирсалғанар я. И Орама яғы и Роман Петрович оларны алғып жилер. Я шитерін алғып жилер. А оригиналда хакас тілінің пазылған пьесада анды көзетіл барған қажын Роман Петрович просытчы позының андық сақыстары үшін Орома яғының алдында прай катының, тариканың, база шитерінің алдында просытчы раскаяние депсе. Андығы неменді и матрының алыс барғының көріргі шәрерді. Вот андығы немелеріні көрізі көзім ғазы шитерінің шоғының диалогында көзім хық берем. Каскар түпше. Біз катының таныспыз. Каты таныспыз. Мен хадиді сағызыма кірбенже, Каскар түпше. Хади, Кремльші, начал, елка, гранатовая палата. Хади сен ұнтып солғызың. Каты түпше. Анды шын көп болған прайсын сақысты тұт болбысың. Амында тілбістік желер орыс тіліне педе тілбістіп сылғаныр. Олық жоқтызығыны. Иразан Каскарға түпше. Значит, ты и с котой уже успел познакомиться. Мында ходит комедия положения. Олар удурдюдур кем-кемге қынчатқан пілс болбен, имында тарыныз, күніз бұлфыршия, сын күнілерін аспен жатқанары сылтан да анда күлкісі керектер бұлфыршилар. Катетвше, а как же, мы даже танцевали вместе, помните? Вот хакас варианты, хакас ильным пазланды, андониме шогл, каскартвше, ну это вряд ли можно забыть. И Розантвше, во как? Значит, старые знакомые. Ну и Розан мында күні тарика на шохтаче. Кате каскаргатвше. Почему же вы тогда мне не позвонили? Обиделись? Орс вариантында, каскартвше. А разве мне не было основания обидеться? Ну, посудите сами, это было катетвше. На студенческом новогоднем вечере в Большом Кремлевском дворце вы пригласили меня на вальс. Каскартвше. Я сразу угадал вас, землячку. Кате. Мы тогда очень хорошо говорили о нашей Хакасии. Каскартвше. И даже обменялись телефонами. А потом вы пошли танцевать с этой высокой грузинкой, Каскартвше, а вы куда-то скрылись и даже забыли со мной попрощаться. То есть мында диалог, шоқта шатханнары салда пасқа пүдірл барған ілі көршінше. Но білкісі бұл
тілбістік жылырның қайдық өн пөгін пұлғын. Өнінді бұл тілбістігілеріні еткенде Михаил Ермеш Келчичаков арсы қай пренемелерінің шарыспанда ойын орыс тіліне тілбістіп салғанда еңі басып ол Қызылжарда тұрғызылған театрда, ана басқада Практиксы Союзның театрларына тарап ұрған по ойын Михаил Ермеш Келчичаковтың Тари қызы, Орамая қызы, Роман Петрокович Хакас кізілер орыс тілінің басқа сценаларды тұрғызылғаныр. Өн пөгін болған тілбістік жылырының андығы Тексі Союздағы көрік жылырына, қиғыры жылырына Михаил Ермеш Келчичаковтың матырларының таныстырсаларға. Піске тізің екі тіліні пілшеткен кізілерге Хакас тілін, орыс тілін теңіністір, алынжа тоқыстыр идерге шәрерде. Қайды білкісіге болғаны тілбістік жы аны дешақ екі тіліні пілшеткен кізі шілі тілбістіп те бұл біз. Бірерді екі тілі пілшеткен кізі орыс тілінің ситіксінер тілбістінер, алы орыс тілінің Хакас тіліне тілбістерге ситіксіністер болшалар. Анары өн пөгін болған тілбістік жылырның сынағында Михаил Ермеш Келчичаковтың Шаяшызының Тексі Союздағы қиғыр жылырының театр көргі жылерін таныстырсаларға. Мұнда көршепсе бұлты алыс бұрғын, матырларының характерлер, омалары көпнемес алыс бұрғынар. Анаңары біз қадетіп сөз болғына писатель позының шонының харағының жүрісін көрше. Шоның сақын жатқан оңдай ол үйде культураның шардығы болшы, біз национальный менталитет. Михаил Ермеш Келчичаков позның матырларына оларына хостыры көз тұтылған Хакас кізілерінде. Хайзылар, орыс варианты, көп немес мұнда өңінің немес бұл бұрғыныр тергі шәрер. Тілбісті кеткеннің тұзызы үйде құлық. Мұның мұндар, наверное, шоқтандырын мен Пукинде біздің орыс тілінің ныңандары біздің қадал неме? Бұл кенде үйдек біздің ине тілі халық бірізіне Зинда Андреевна, Тимур Иванович қостыр бізге сөйлеп жүргенер. Шейбірге бір жылды бұл пандемия тұзынды біздің ине тілі алыптығынымық көп книга бізге берген ол. Біз 2 жыл школаларға, анығандары үші список, үш файл страницадан да. По школ еще бір файлында бар, по-моему. Школалар же таран по араласқан командаларға болғаны палыға үгірітшіге сыйлылған. По ұлық списоктағы прай 36 школаға сыйлық барған бұл книгалар, біздің ине тілі марғыда араласқан палыларға, аныңары школада тұзылық болыр, и аныңандарында біздің парва базы файл. Все, аныңары бұл кенден Михаил Ермеш Келчичаковты пүнгі күнді базы Елена Михайловна Келчичаковна хумыр қылып сақсыға кер, Зинда Андреевна пүнгі күнді бізді ши болған мұнды лекторийді жоқтер еще Зинда Андреевна. Шарат Михаил Ермеш Келчичаковтың тілбістігілерінің аныңар әмесерге мұның мұндар едек сақчып тілбістігілер қостыр олық тоқыстыр едерге шерге көрерге керге 2 тіл пілшеткен кізе ұлы мұханызы некия оригиналды көрерге база орыс тілінің пазылғын теңіністірерге база теңіністірігілер қостыры аймақ басқа наука тоқыстарыда базарға шәрір рефератор, курсовойлер, дипломнейлер андық біздің оңды епспінгі күнде бар. Зинда Андреевна, Нина Семеновна, Тимур Иванович, племянник Михаила Ермешевичтің, қашан мен жоқты пысқанда түсті жоқты берген, аның ол сразу түші. Біз театр Таганкада мұндық нема күргіпс тоғазық. Анна Төвшенема иштірелер. Сразу сценарий дейінімет. Шоқтап сықанды Михаил Ермешевичтің олар қабды командировка жүр Москвазар. Мұндық неме қайды да қайдық да газеті далай қайдық да жерді қайды Төвшезір орыс тілінің бірай неме опубликованы
сықпырған мындық ол Финляндияда еще шалыстыр. Михаил Еремеевич. Аның түпше неме қажын мындығы тынық тұс болзы, ол кізілерді шевіл жауын түпше. Аның неме, аның тақпақтар, аның сарына жан болтыр. И прайзын, уже прайза ана сұржан болтырлар. Неме, чтобы сарнан, тақпақтарын, немелерін, а ол уже еще чечеточник болған. Қайда білесе сылжым. Ол түйсіндегі кізілер. Ол неме, Тимур Иванович Питердер баршысқан, келерге керек болған. Ол қайда қайқастық немелер жоқты бірше. Михаил Еремеевичтің. Ну, соның, может, келезер. Алқысы болсын, неме, андығы күмес түзедік. Аманы кем қайди шақсы пас берген үнін Светлана Николаевна радиодың. Ну, писам, шоқты сқан сонда, тың етіп істепсіздер ол Давайте. тақпақтарын. Я истывала алар Как раз радио Светлана Николаевна тоқты шол темдеп берген фондтардың бізге. Алты елестек күзіна Аллахым ойнады фашырға Адыла сені елеткен Омарымай ыққандай Хан құдай салған Менің елеткем Құмнуға жерді қалғастым Құмда қалғысарым Білгені қәп болса Құмды демнерсек тәреске Опарымай чүрәммәй Сенің харықтарыңның үшін адылча бұл тақпақ толыша позы автор Михаил Еремеевич Кильчичаков. Надо еще истепстер. Михаил Еремеевичті истечк, имде даже включать болса, кызның көңіні дұршы. И пістің күнде бұл кемденің студенттер, пістің үзінжі көрсің студенттер, кебірістер шоқтырға үгірін сылғандар үнетін пенгі күнге, кем басы. Че? Какараны солаңар представить, да? Книгаларды алыңар, Нина Семеновна. Я свой лидер. СНР, Минин Адам Елизавета, Минин фамилия Чепурина. Я студентка группы 3А. И сегодня я хочу вам рассказать стихотворение, называется «Моя Хакасия». Хакасия, край мой, родные просторы, вы мне улыбаетесь морем огней. Широкие степи, высокие горы навеки в душе сохранятся моей. Мне слышится песня девчат круглолицых на тучных полях, где работа кипит. Та песня их звонкая, вольная птица, шахтеров в глубоком забое бодрит. И где бы я ни был, я в думах с тобою, родная Хакасия, солнечный край. Возьмите книгу и все как это. Нормально. Это нормально. Посмотрите. Прошу прощения. Да, я же говорю, можно подкладывать. Родная Хакасия, солнечный край, ты вышедших к знанию дорогой прямою, детей своих с ленинских гор ожидай.
И рада столица, Москва дорогая. Привет, привет через дали тебе она шлет, как мать за ребенком своим наблюдая, когда он впервые на землю встает. И рада столица тебе, возрожденной, Хакасия, младшая из дочерей. Красуйся, расти ты, мой край обновленный, согретый заботой отчизны моей. Молодец, спасибо. Жақсы. Екатерина хакас тілі үйгірінші. Я. Елизавета. Изанер, именно Адам Александр, фамилия Миктышев. Юзинджи курс теории хакасской филологии, да. Михаил Еремеевич Кельтичаков, тропинка детства. Но в детстве дорог каждый миг. Я вспоминаю, как бывало, меня гора Улух-Саптых высоко в небо поднимала. В груди захватывала дух, как только на вершину выйдешь. И открывался взгляду вдруг тот мир, что снизу не увидишь. Вершины снежные вдали, река, что тускло серебрится. О, руки, если бы могли, тогда бы в крылья превратиться. Ведь за хребтом опять хребты, за синью синь еще синее, пред ликом грозной красоты я замирал, дышать не смея. С тех пор вся жизнь моя прошла, душа в рубцах и сердце в шрамах. Куда судьба не завела, в каких не побывал я в странах. Я видел царские дворцы, громады темные соборов, и снисходили мудрецы ко мне для долгих разговоров. Морская синяя вода, фонтаны, брызжущие праздно, пестры земные города и языки разнообразны. Базаров ярких суета, ривьеры, что подобно раю. С тех пор мой возраст, высота, с которой мир я озираю. Шоссе, воздушные пути, от них уж никуда не деться. А если б снова мне пройти тропинкой золотого детства, вернуть бы тот великий миг, и мир вернуть бы ярко-синий, что мне открыл Улух-Саптых, поднявший кверху, словно сына. Ой, жақсы. Олар, мен оларға книганы салып берген түшім, қайтығы кебел сықығыразар постарын табылыңар. Так, еще бір кебел сықығыразар. Зарубежная тетрадь из цикла. Да, из цикла зарубежной тетради. Хакасыңнан бар ба? Бар. Бар, хакасы. Текст керек. На всякий случай. Салон. Хороший учитель будет, значит. Следующий тур хакасы нагрывает. А сразу сыйлап бер. А мақсилы ферус, біраз қиғырыпсын деп. Тызычок я. Тізірі камерасы. Книганы пүйде тұтыңыр қолды. Надо же Тимур Лену Тимур, значит, оставил. Изанер, менің адым Сазынакова Карина, мен үйгеншім 10-ші курста хакас филология кафедрасында. Мен сіздерге жоқты берем стихотворение «Мораль». Косяк моралей паще утосхыла, кормились самки жухлою травой. Лишь бык-красавец, гордый, полный силы, в сторонке любовался сам собой, оглядывал бока свои литые и на могучих сбрыкивал ногах, и подрезал сосенки молодые рогами о 12 ветвях. Сбежав на склон, крутой и каменистый, на спину положив рога, как алыб трубит он голосисто, чтоб слышали все горы, вся тайга. И низкое осеннее светило, казалось, тоже слушало его.
на самых на рогах его всходила, а он трубил, не замечал того. И звуки уносились к дальним скалам, сверля тайгу и каменные лбы, но лишь таким же, как он сам, моралом, понятен был сигнал его трубы. А если в здешнем лиственничном крае другой морал, по силе равный мне, или хоть пес ко мне навстречу лая примчался по лесистой стороне, трубит сильней, рогами потрясая и стряхивая солнце в облака, лишь равного по силе вызываю на честный бой за место вожака. С какой бы стороны он ни явился, готов рога я с ним свои скрестить, но с тем, что победитель не хвалился, что побежденный позабыл грустить. Закон тайги, его и звери птица отлично знают, и другого нет. Умолк, и вдруг: готов с тобой сразиться! Охотничий манок пропел в ответ. Морал туда, но вдруг, как бы испуган, он с подозрением замер на бегу и обернулся к пасшимся подругам. И тут же выстрел огласил тайгу. Морал не знает, что с ним. Он рванулся, а ноги разъезжаются, скользят. Он не стоит, сидит, как бы уткнулся на нечто, толкнувшее назад. И, силясь вновь вернуть себя движению, рогами помогая мышцам ног, почувствовал он тяжкой раны жжения. Горячей крови увидал поток. Остаток сил, собрав единый мускул, прощальный клич любимым протрубя, с отвеса над расщелиной узкой, туда, на камне, сбросил он себя. Показывая мне рога моралья, раскинувшие дюжину ветвей, охотник старый говорил с печалью: и кто ж, сынок, поймет этих зверей? Трофей богат, охота несчастлива. С тех пор подальше с глаз убрал ружье. Все вижу, как он, раненый с обрыва, летит в ущелье. Горе он мое. Старик мрачнеет, мысли его глухи. Ну, бросился он вниз. А почему? Быть может, не хотел, чтобы моралухи увидели, как смерть пришла к нему? Или чтобы красоту поляны не пачкать кровью, пусть останется чиста? А может быть, или чтобы на подруг удар жакана охотничья рука не навела? Или чтоб его детеныш лопоухий, судьбы отца не зная, пасся тут? А может быть, подруги моралухи и самого его живого ждут. Молодцы. Маңар біз кебел схыгырган кизлерге бу книгаларды сыйлап беребиз. Так, оно общая фотография, да, совершенно. Так, сызерге. Так, Александр. Первый километр. Чтобы тоже сыйлап беребиз. Так, Елизавета. Еще больше учите наизусть. Так, ну, конечно, хотелось бы тоже услышать некоторые воспоминания Виктории Алексеевны Карамашевой. Можно, Галина Архиповна, микрофон? Камеру проверить. Ну, начнем с хакасского деления. Ну, хакас, грынгам, неме хакасское деление, да. И меня Андару Суленкем Николай Георгиевич Домажаков. Передехан мам хакасское деление кирка. И я сагандхам кирп. А Николай Георгиевич, да, минин апам катты, апам иди хакасское деление тосхан. И аның үгүрчү болгон. Домажаков. Я Домажаков, читер, я алтынчыларда. И Николай Георгиевич Домажаков, аның үгүрчү болгон. Аның мен тосханда, школаны тосханда, Ширинская средняя школа да мен үгүрүнгім. И загындығы мен ясқа кіріргі. Абым менің, чу мені сөйлен мындары хакасское делениеға. Аның
Дамажаков бағанды чуқты збалтырлар. И мен Хакасский отделениеға кіргім. Аның біз ikkinchi курсты болғабыз. Біздің вообще Хакасский отделение уға күстік студенттер болғандар. Мен сілерге чоқтам, олар біздің 15 кізі болған, қыстыр тоже 15 кізі. Олар біздің болған отличниктер. Ақстыр троечник. Иде угрінгібіз. Аның олар біздің көргім директор школалар болған неме правы біздің Хакасияда. Асқыз, Таштып, Ширинский районда едек. Аның жерге керек біздің Хакасский отделение уға күстігі отделение болған. Анда же орыс тілі еще. Орыс литературы, за Хакас литературы. За представляете, қайдың неме кругозор баллардың Хакасский отделениена. Аның арастыр неме саған маңар. Сілердің ұлуғ неме болар білізік. И біз 5 жылда, 6 жылда азылғын таң солбаның. Анда саңғылы чит по неме драматургтер, поэттер, прозаиктер біздің Хакасский отделениенің олары. Саңғылы олар болған. Средада біз часто тоғасшы біз Михаил Ермевичтің. Мен андары парарға придехан мам. Саңғылы олар же. Аның, значит, біздің анды Коля Тюкпегов жүрген, аның Илья Топоев ол бастағы курста болған, біз екінші курста келіп. И мен андары сүртіп алғаныр, бірай олар біздің Хакасский отделениенің. Денер критик олар. И аның 15 жылды біз анды прайзы қалды. Мен жүржім, исчім, қайди, кем басчайым. Андың Михаил Ермевич, анда Сережа Карачаков анық болған, Илья Топоев, Сутреков болған, көп анды олар болған Хакасский отделениенің саңғылы. И базы мен исчім қыны болжың. Андары прай жүрегімнің от всей души дергі керек орыстып. Андары жүржім ол таң солбаның. Аның Михаил Ермевич бідетіп шепіске. Четон жылды бідеп прайзынға тіпше. Конкурс болырықшы. Литературный институты. Анды үс конкурс болшы. Пастағызын біз андары тілбістік же болырғы. Аның лит институты. А біз сағынмапсы анда еще Алтайыстыр болыр. Оказывается, Михаил Ермевич Алтайыстыр бағанды чоқты збалтыр союз писательдердің Алтайдан. Анды болған Укачин, Борис Укачин болған секретарь бастағызын. И олар чоқты збалтырлар по неме Хакасско-Алтайская переводческая группа болтыр. Пістің өзелің, нет, пістің төртелің болған, олардың төртелің. Аның біздің Сережа Карачаков бар, пісқын пастағы курсты өгірін, епес андары кірбалғапыз, түртелің. И олар тоже едік түртелің, прай. И біз анды, қыныз біздің болған ады, біз өдірдюдір арғылынеме қадетерге бір семья болғапыз Алтайыстың қады. Вот Брандой Бендюров танып шезір, наверное, олардың классик, алтайский литература. Ол пастағызын піскі, Пастағызын қазірін піскілгі бізді прайчылыз болған, и біз әнді жайып иди танысқыпыз. Алтайыстыр біз бұнғады, біз Алтайыстырды. Анда пастағызын прайзы бідечіліз бал, бізді Бедюров, Брантой Бедюров біде тоғастыр салған, и біз аның бір семья бұн жұқтапыз. Олардың базуғаның өскізі болып барған, біздің едек өскізі Сережа Карачаков жүріпскен, и олардың болған олағыз Алтайчы тоже жүріпскен деп чал бұл. Анды Москвада Алтайканы табылған, представляете? Москвада. Ибіді тапан, анды табылған, и чал бұл жүріпскен неме Алтайза. Ангар олардың өз, біздің өз болған кізі. И біде біз Михаил Ермевич удақ келіп бар жаңандары Москваза. Ол неме Переделкинді анды болған, базы анды болған конференциялар, писательлердің же съездер болған Михаил Ермевич удақ келіп бар жаңандары. И бізер неме телефонның сығдырчың вақты зары. Баллар мен келдім. Анда да. Вот гостиница Россияда, алайба Москвада, алайба мен Переделкин келің ертіпшепіске өзелің. И біз жүржепсіндары. Вот бірға тепіс өзелің барға біз немізері гостиница Россия зары. Аның 16-й этажында біз неме
апарған бузынзар, не, ресторан запарған пастағазын тіпше. Сілер тіпше студенттер зар, аныңар мен сілерді тіпше неме азырып салар қышым. Аның пранеме алып, именно тадыр чизін алып Иттерінде салатыр жоқ болған. Ол ағыстарға неме бір рюмка ақарағы, бузынға бір коньяк, бір рюмка тоже, амаға неме арағы, қызыл арағы, бокал алып берген. Епес пәде соғбай, арағы неміз. Епес әнді удыр балып, аным Михаил Ильич тіпше, мен ампеределкин запаршым. Ислер мензер келіп барыңар андары. Епес андары аның балар банғады, оланды бір ай болған. Епес балар банғады өзелің андары чүржепіс, Михаил Ильичсе. Ол пуза анды пісті. И тадар тіліндімің анды чоқтыс жепіс. И переделкинді анды чүржепіс паркты. Анды саңылы парк неме болған. Андары қады өзелің, өтертелің жүржепіс біде. И неме піске ақчадың біреді тоже болыс бержің маға. Мен сұрычым біреді ақча. Ну, алпысым кебазақ. Балалар иди кебазақ алып жаңдар. Туғанзым. Ну, туғанзым. И неме ақча біреді неме бірғате үсімің берген маға. Аның тем отработаю чайғызын. Аның чайғызын мінді тоғынып, аға перпіскім күскізін Москваға барчытқында. Аның педетті жың Михаил Ильич. Келпір жың, элит институция келпір жың общежитие олардың болған переделкинді, алай бы немеді по улицеде Тверской Чебергапис анды болған олардың тоже общежитие. Аның андары парпс жыңды чуртапс по Останкино башниже хринданды чуртапс. Преда ихтен турзапс, көрзапс анды неме Останкино көрілмейже. Значит, надо неме тонны нарғымағат, потому что соқ тасқары. Иди бол жіпс. И Михаил Ильич піске машинка берген. Печатная машинка, союз писательдердің. А Алтай сырға вербенер. Аның, олардың союз писательді. Аның келген болған Палкин, Пазоқу. Качин уже болған секретарь союза писателі, а болған Палкин. И пісті Палкин келгенде, пістің анды фойе олық болған немеді пастағы этажды общежитиеде. Хығыры болғандар Алтай сырға қады паралар, тадарларды. Біз қада барғапс көрерге қынық жо, олардың классик болғаны жо. Кемі Укачин тоже классик. Базы по Палкин идик классик, романист, прозаик, поэт болған олардың. И Укачин и кем Палкин. Аның Палкинға шу прямо арықлы тарынып чоқтыпчелер. Тадарларға прайнемі першчелер, машинка пергенер. А базы Михаил Ильич біз неме посрочный перевод етчіпс. Ақчы итчіпс. Михаил Ильич бізге пулсчың. Бұл газета да біре олар. Аның ақтасқылды, пасчыңлар балар андары олар. Мен де болғым, өпілчім, мен болғым уже литературовед. Мен сағанығым уже критик боларым, алайба литературовед. Мен прозаик болбам, амдайындығызы. Проза, драматургия, поэзия, естественно, поэтер саңы басқа кізілер. Аныңар мен пілгім болырым, алайба тілбісчі, прозаның только. Алайба мен болырым журналист, но литературу ет точно болырым, иде сағанығым. Аның бастағы курсты өгірінгінді, Михаил Ильич пісті андары, Зыпсқан, мінді презет педет жыңдар. Пістің оқ, тадар ученыйлар, педет Михаил Ильич піске тені, но фамилиялар чоқтабан. Нуға сілер олар да андар зыпсқызар, пісті үзеліңні. Толқы болар бә, болбас, кемпілча оларды, нуға сені оларда андар зыпсқызың. Толқы болтыр. Но пістің Тюкпеков үрен, а Илюша Топоев пілчізір, я.
и драматург, и баснописец, и прозаик. Илюша вообще оғлы таланты кісі. Базы, мен литература вет бұл парқым. Сілердің пособие, учебниктер, тіпшелер, Магатен Наталья Николаевна сіздердің книгаларын нематчым. Хотя орыс тілінің пасқын. Хотя мен пасқын тоже по Михайлович сағынған біз келгенде прайзынға уже неме орын болған. Оларды неменде газетада уже жоқ балған главный редактор банғада. Мені мындары пединституцияр Степан Павлович Ултургашев директор болған. Аны бің уже жоқ балған мені аларға басқа. Мен даже білбем, аның келгенде мындары бедетіпші Михайлович, сен бар тіпші пединститута сен анда аларқшылар. Вот. И мен барып сын келгім неме Степан Павлович тіпші бар кафедра литературы орыс кафедрасын зары бар. Вот андары мен неме келіп мені алып алғанар. И мен анда 40 жыл тоғынғым ол кафедрада. Базы мен еще Хакасское отделение да идих неме орыс литературасын апарғым. Амға 4, мен 19 жылда неме пенсияға зығыпсым, аның 2 жылда хакниялі закіріп алғым. И Михаил Меч пісті постоянно, пістілді неме қарағаның пістілі болған өзеліңнің. Аның көр болған кем қайдеп болшы, кем неме басшы, аның үйрінген неме Михаил Речтің әрі біде Москвада баршевс біде, аның біде тіпші. Ю, қайды сағын барғым Хакасиядің әр. Аның біде тіпші, неме самолетқа удырпыстым абаканды. Уже тіпші жүрегі мақыршы, қайырын чиірім. Сақыншы, неме, кезінікті көріп біде тіпші, сақыншым тіпші, қайырын мейінің чиірім, Хакас чиірім. Аның тіпші Москвада удырпсым, неме, идек самолетқа. Пазок көзінде күшчім тіпші Москвада, и сақыншым, қайырын Москвада мейінің. Қайди мен сенің ар сағын барим, уже сағын барим. Иди кінжелен, Москвада же күбізі аның бұл чит чұртазы болған, анда епчі алған неме, аның әрі, Москваның әрі ұға идек сақсыран. А Хакасияны мен уже жоқты беншім по старым пілчізір ғадиғынғын бос Черепске. Аның бір ғаде троллейбуса баршипс, алтай немедің. Пістің остановка болған, әлен комхринді. Остановка пістің. Анты троллейбусқа удыржыпс. И ирді жы. Пісчас ұстарында пістің пары занятиялары тосчы. И піс анды тұршыпс. И прай по артистер же, Ленкомның прай ол артистары. Пістің, піс анды саңғылы азербайджанецтер, өзбектер, хакастер, піс саңғылы бұл басқычын. Орыстарында жоқта болған. Пістің группаларда москвичтер жоқ болған, нет, үзелің болған пістің. Паз Георгий Бакланов, классик русской литературы парнызы, аның қыз жағы Шурочка Бакланов пістің қады үгірінген. Аның по Дети Арбата, кем же... Анатолий Рыбаковтың Лёшка Рыбаков пістің қады үгірінген тоже. Вот. Міндік ұлы писательдердің балалары пістің, и тігі курстарда едек көп болған писательдердің балалары. Пісталарды бідейді жапсы. Пис дочка, пис сыночка. Оларды сөкіліп Литинститута. А член Союза писателей пістің үз кізі болған член Союза писателей. Уже, но студенттер. А оларды вообще членами просто называют. Члены. Аның вот иди, пістің Андалит института не только пістің группада, а прай группаларда иди. Прай группаларда пар болған члены Союза писателей. Уже саблық, поэтер, саблық, неме прозаиктер, пістің ғада үгірінгенер.
аныңар лет института хыгырырга лекциялар, занятиялар, бистен анда практически занятия чок болгон, саңайлы лекциялар, аның экзаменер, зачетлар, аның экзаменер. И аныңар бизге хыгырырга лекциялар уга хадитерге уен болбан. Бистен көбүздө студенттер 35 жасты болгонор. Бастағы курстағылар. Переводчиктерді болғандар читтер. Басқылары прай болған. Уц жастық, уц азры, одним словом. Аныңар тіпшім, олар жизненный опыт тіпшілер болған олардың. Аныңар олар Презе Саблығы уже пайыз болған. Бістің Медведенко, Луганский там жүртіпчі. Маға тігі айды көріздім мои друзья. Интернет же, мои друзья, көрсем Медведенко, им баға пасычы, Вика, я жив. Оға қақы парғаманың неме, қанжы жыл, 8-12 жылда мен тосқым лет института. И аның сонды ол Медведенко, бірде неме, жоқты спан, бірде қади. Ол епчілік бол, он как раз член Союза писателей болған поэт. И вот он мага пасхан Вика пасчы, я жив. Ну, неме, ана гада письмолар алыс чепс. Аның Михаил Армеевич писте оға неме гадетерге правильно чухты перчен. По зарубежной поездке болғанызда аның анда цикл бар. Европейский, Монголияда, аның неме творчествода. И вот ол болған немеде Римда. Анды сарғы ол болған ұлық неме нанжызанымың немедің тувадың тоже классик тувинский литературның қады болғандар. Но анды көп кізі болған. Аным қады өгіренгінер неме лет институт тосқыныр. Анды саблық писательдер, орыс писательдер тоже. Орыс анды и кутер болған Михаил Армеевич, бурятер болған, ну и сарғы ол болған. Аным Римда гостиница болған, гостиницада болтарлар. И ертең, ну ходи ертең, он час ұстарында сықым тіпше, завтрак азыр малып сықчым тіпше, улица зары. И неме бір фамилиясын жоқ тіпчем, но мен жоқты берген маға, но мен жоқты бінжімізлерге. Тоже орыс саблық писатель бідеттіптер. Миша, тікін көшезің мен тіпше магазин. Хринда ол апчы, ой, немеда отель Хринда, көшезің тіпше магазин, күртіпше. Витрина, қайдық аймақ, сілі қыстыр. Көрсің, анда тіпше неме, аймақ бұл епчелердің же, прай бұл, қадетерге, белье. Снеги сөңгеді. Иә. Анда, до того тіпше пенюар, отыршағыр қыстыр, негритянкалар, азиаткалар, европейкалар, прайпеде изерті отыршылар, до того тіпше сілік, и бұл неме кебазақтары сілік. Андың тіпше, ну, орыс писатель тіпше кір, барып қыста қызыңа, епшіңа алып берірсің аны. Я дем, қақы партар Михаил Армеевич, кірбалдар, кірбалдандары, фаеда. Анды полумрак тіпше. Аның бір епше сықын тіпше сүрлігіндік. Ну, чит болбан, чит немес тіпше епшендік сүрлік. Сұрыпше тіпше менің, ол итальян тілінің неме керек. Ну, мен пілчім тіпше, пузымды пілбен жомыл тіліні. Еде тіпше, барып столда күр, анды альбомнар. Барып көрдім тіпше, альбомнар, көрзім тіпше неме негритянкалар. Аның көрші мен ол епше тіпше азиаткаларды перепіскен немені альбомны. Пазоқ көршен тіпше, қайды аймақ сілді қыстыр тіпше. Аның ол тіпше, аманы тіпше. Пазоқ перше үзін жізін, бұл европейкалар. Йоқ өті тіпше көріздім, ол қыстыр прай. Бұл растыдық, сық келділер, қубычлас. Оказывается, это дом терпимости болтыр. Понимаете? Или когда вечті, мен анартың қойғым арғылы. Сық барыпстым, күршем тіпше неме, сары қол сық келді.
сары қолсық келді немедің отельдің. Бдейді тіпші сары қолды. Идих бір айқар керес деп кіртіпші магазин. Қыстарыңы, неме, туғанарыңы барып албал. Оландары чіплейлі қалғын тіпші. Амин жазынып сықымнаш. Көрбескі. Аның бірдірімді үтіп. Бірай жазынып жүріпскім тіпші римзары. Аның неме улицаларда жүріп. Аның тіпші ерді келіп көршім неме бірде қайды бол бенже сары қол. Вот иде аның еще, знаете, мен еще Михаил Ремевич бір қайтеттен ханнас, ноймол ханнас. Бұде жоқтан маға. Өгірінгінді біздің болған анда тоже саблық армянский поэтесса болған тіпше. Но в самом деле аның жоқты берген классический тоже, классик бол барған, епше армянский знаменитая поэтесса. Аны маңғады өгірінген елікчілерді. Аның оға тіпше маға қындған. Олы менің сонжы жөрежің ол епше, ол қызы жақ тіпше. Ну, мен бірде тіпше, немі салбеймі, одним словом. Аның дар келіп уже немі тоғынып мінді бірай жерді, летінстерді туз балып, келіп алғын тіпше, и телеграмма келген тіпше. Миша, я выхожу замуж. И көршім ол аты, солыз праяндыса армянка. Армян Ереванның телеграмма сапстыр. Миша, я выхожу замуж. Аның сымлы болып пысқан Михаил Ремевич. Мен аның сұрыпчым, аның қайды болғысар. Бідетіп ше. Вика, қайды маға хомой болып барған тіпше. Жүрегім талбыран тіпше. Я говорю, почему? Сіз жаға қынмазар. А вот иде болған тіпше. Еркесіндік, наверное, иде болып баршы. Қажын қынғын қызы иде ерге барыпсычы, Исаға чуқты перші. Мен ерге баршым. Ну, вот иде. Аның бірға тоже қыныстың әрі. Алза барыпсыған уже Михаил Ремевич. Ну, уже 6 жылдырды. Нет, 4 жылдырды ден. Алза барғым түзері. Етіпше баршым, неме жолжы баршым, күршім тіпші қайдықты үйрекен келші. Причем тіпші мәнді болып барған уже. Киірі үйрекен. Аның саған салғым кем ол болыр? Алза баршы, олық алза. Михаил Ремевичтің алдын зары баршы. Саған жем тіпші қайды. Придет аным біз үйрекен, қайды үйрекен. И біде бар пісқыз өдір. Ол маттып мен зері көрген тіпші. И мен маттып тіпші қарасқым, маттып көргім ол епчі зері. Ну кем? Вот таныс вроде, а кем болыр? Найлы кер. Аныңдары барып. Басымға, мезімге келген тіпші. Менің бастағы қынызым. Бастағы первая любовь. Михаил Ремевичтің. Менің тіпші бастағы қынызым болдыр. Михаил Ремевич қанынды жасын жады? Ну, тоже уже болған, наверное, при алтын хринді. Чутон жылырды. Чутон, вот, или стегзон, или көрзем тіпші өрек. Аның андары барыпса. Қайданы көргім. Ол менің бастағы қынызым болдыр тіпші. Ол тоже мен маттып тіпші қарыстым. Маттып көрген мен зері. Саған ғаныш. Миша, ол же Михаил Ремевич оғамынды сілік кізі болған, сілік ир кізі болған. Аның әрі неме ұлтаны Чечетканы еще. Испанияда болған род, зарубежный тоже немеде. Поездкада аның болған ролар Испанияда, Мадридта. И бізді тіпше неме, ну, естественно, КГБшник болған. Ол тіпше, чейті ол бізді прайзжыды қаты жүрген. И біз прайзы білжіпіз. Ол бізді неме. Аның бізді неме қығыр балғандар вечернее кафе. Біздің бізді Советский Союзда әндік ерді мінді кафелер жоқ болған. Молодежный вечерний кафе. И бізді писательдерді неме андары, ол подвал болған арғылып түпше. Кірзіп сәнді прай бұл стеналар же бархаттық.
қып-қызыл барқыт. Да того сілік тіпше енді. Неме Орнер көпчі қанды. И неме и сцена тоже улы немес. И тіпше сықыныр иргізі и базыкем ипчігізі. Да того сілік домнан нақты тіпше. И неме фламинго тіпше сразу. Вот если представить, хайдык сілік бұл неме ойын фламинго тіпше келің немесе салчылы тіпше. Да того сілік. Аның олар тіпше небе тосқыныр постарының немезін. И прайзы біздің олар, ну, писателер, сұрыншылар тіпше, Миша. Ну, сен тіпше салып бер бізге четко. А мен даже қақы барғым тіпше оңту салғым. Он же точно болғын. Оға сабылығымынды, бакалды артистердің арасында. Аның ол ұлыза көріпсікім тіпше. Можно ли? Барарға ба, андар четко неме пілесесаларға. И ол балы тіпше ол бітеттен имен барғым тіпше андары сцензар. Аның келче четко. Уже испанецтер бузы и по неме директор по кафенің тоже прай тіпше қол залғанар. Прай, ақтанар тіпше. Неме браво. И мен күнжі қайты базы қол четкіні оларға білсе салып бергім тіпше. И аның ол кем кафенің директоры бітетін тіпше. Завтра же сделаю афишу. Біз сілерді тіпше неме фотографирует болып сығып. Сомнарыңам бар тіпше. Мен таңды етперімізлерге оғасылық афиша. Ну, біз бар сығып тіпше аның. Иткін етпен білбейнжім тіпше. Нолден етперім. Наверное, иткін, потому что саблық орыс Россиядан, Советский Союздың келген по писательдердің ар по неме афиша, наверное, иткін Михаил Рамечті. Аныңғары Михаил Рамечті уже оға біздің неме күсті болған. Хайде ол селектонның жаң. Оға неме аның бітеті жаң. Ой, айырын зерчіксім. И поправь біздің потқы немелеріне, стықарыны, қанны, оғағын жын, а мінді жоқ болсын. Аның алзы неме тұғынарына, қарыныстарынға неме жоқты беріп, аның келжін. Белый ярда аның неме печезі чүртан. Біздің неге жепс, Субраковтардың неге жепс. Менің тайым, жемнің ұлы неме әжізі, аның печезін алған. Клара Максимовна болған. Вот, андары жүржің. И пішім төте Клара ол сығдыртшың, барықшым сіндері, и қой соқыпсыңныр. И анды хан етпіржің, тадырын өзі епчіжік. Неме, хан етпіржіңнір, анды прай по неме иттір, прай пістің мүннің, әндігі неме, тадыр жизнь, Маты Михаил Рамечті, где өтірлі олар анды. Аның бұл Тимур пістің, от менің тайымның олға Тимур, Лена артисалтыр Тимурды бұл неме. Маға тоже ол Лена неметкен, берген сыйлан бұл книгіні. Значит, Тимурға тоже сыйлы бартыр. Аның ара бұл Тимурдың книгі. Тимур Ивановичті болған ол книгілер. Да. Я Елена Михайловна анда складты получат. Мынды ба алай белый ярды? Мында. Мынды ба? Я диалог Сибирь. Ну, причем мында? Это тот же. Кабинетінде ол же вычислительный. Я, директоры. Центрдің директоры болған. Аның, неме деп? Вот иди, Михаил Рамечті. Қаншалық создың Виктория Я. Сезнамында қынық жоқ, үшін наңары бұл саңай пасқы шейтір, Пілзінір, қайды болған біздің Михаил Рамеч. Михаил Рамеч келшақтың атын ұлығылып, мұндар көрін, бар бұдырға керек болыр. Азы біз бір кемділ мағзыл күшетін үшіне. Марина Линдовна Сыбыры біздің қада тоқытшы, аның
Ол библиотекада тоқчу, но библиотеканың ибіде книгалар тоже болуға керектер. Марина Львовна сөйлеп беріпсіз тоже, я. Ал кспозын сірге, ха? И Пузинда Андреевна біздің студенттерге сөйлеп беріпсіз, я? Я понимаю. Так, ну кемге қайта книга келді. Бұл книгаларды матып, улуғлып, арлап, алшурангер, Зинда Андреевна поздно библиотекасының книгаларды сілерге сөйлеп, сілерге тоқысты. Мұның мұндары тоқытшытса керек болыр. Очень даже, девочки. Я- Даже вот не говорю. Правильно мы вас керек. Кем неме алған, я алғылаңарды книгаларды прай. Неме, Ам празднов сомға сорнып залыр пүнгі күнді, болғаны күн историяға барыпсы, мындығы күн қатылбыз, аныңары прайзы, сірі сағынарыздар қажында шит болғапсы, біз тоже сағынапсы, шит болғапсы, мында болғапсы. Давайте по портретінде. И звук можно включить, Марина Леонидовна? Хай. По Михаил Армейевичтің портрет алтында сомға сорнып заға. Опарымай чырымдай. Базы шоны арасындағы сыр көпкөздің тақпықтарын пішезер. Шыро шеріне Жақсы.